Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге ет асудың және қамырын илеудің, жаюдың, жайғанда жыртылмайтын, сорпаға салғанда езілмейтін қамырдың ерекше құпияларымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видеомды толықтай соңына дейін қарап, өз пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер. Видеом әсіресе жас келіншектерге, тұрмысқа шыққалы жүрген қыздарға көп пайдасы тиетініне сенімдімін. Ең алдымен ыдысымызға салқын суымызды құйып, еттерімізді жуып, жақсылап салатын боламыз. Және оттың астын жағып, қайнағанша бетін жауып қоямыз. Және қазы салсаңыздар, кесілген қазы болса, шетін міндетті түрде тігіп салыңыздар. Әйтпесе қазыларыңыз шашылып кететін болады. Міне қайнап шықты сорпамыз, оттың астын пәсетіп қоямыз да, бетінің көбігін жақсылап осылай сүзгіштің көмегіменен алып шығатын боламыз. Отты пәсетіп қойсаңыздар, еттеріңіз өте жұмсақ болып пісетін болады. Міне 1-2 рет сапырып, бір пиязымызды бүтіндей салып жібердім. Енді қамырымызға кірісетін боламыз. Ол үшін бізге еттің сорпасы қажет болады. Алдын ала құйып алып, ыдыстарыңызға қамыр илейтін суытып қойыңыздар. Және оған тұз, бір жұмыртқа салып, жақсылап бір келуге болғанша араластырып, алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды салып, қатты қылып қамыр илейтін боламыз. Қамырларыңыз қатты болса, қамырды жайған кезде өте жақсы болып жайылатын болады, бір тегіс болып жайылатын болады. Міне дайын болды қамырларымыз. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, тындырып қоямыз. Міне етіміз қайнап жатыр. Міне аздап тағы да көбігі шықты. Менде тағы да жақсылап алып аламыз осылай сүзгіштің көмегіменен. Егер де сіздің етіңіз тұздалған ет болса, тұз салудың қажеті жоқ. Тұздалмаған ет болса, міндетті түрде тұз салып қайнатыңыздар. Және алдын ала дайындап қойған сәбізімізді саламыз. Қамырларымызды қайтарып илеп, жаюға ыңғайлы етіп, майда-майда бөліктерге бөліп алдым. Июі қанған қамыр өте біркелкі болып, әдемі жайылатын болады. Тағы да орап қалдырып қойдым. Енді ұн себе отырып, оқтаудың көмегіменен жақсылап қамыр жаятын боламыз. Қамыр жайғанда тек қана 2 шайын салмақ салмай басып жайсаңыздар, қамырларыңыз бір тегіс әдемі болып шығатын болады. Достар, менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген қолжетімді жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Алғашқылардың бірі болып көресін боласыздар. Және ұнап жатса, видеома комментарий жазып кетіңіздер. Қамырларыңызды дәл осылай әп-әдемі етіп жайып аласыздар. Етіміз қайнап жатыр, өздеріңіз көріп тұрғандай. Бір картоп салдым ашып. Өздеріңіз ұнатсаңыздар, солай сала берсеңіздер болады. Міне қамырымыз дайын, міне өте әдемі болып жайылды. Оқтауымызға орап, артығын себудің қажеті жоқ. Аралары жабыспайды. Жақсылап қазанға салғанға ыңғайлы етіп кесіп аламыз енді. Мен осылай 4 бөлікке бөліп шықтым. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өте әп-әдемі болып жайылды. Қамырларымыз бір келкі, теп-тегіс болып жайылды. Артық ешқандай ұны жоқ. Сіздер де солай дәл солай жасап көріңіздер. Міндетті түрде шығады сіздерде де. Өздеріңіз көріп тұрғандай сап-сары, бір жұмыртқадан осындай керемет, өте әдемі қамыр шықты міне. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде 2 үлкен зуалақ қамыр шығатын болады.
Енді тұздығымызды жасаймыз. Бетінде майын құйып аламыз. Жақсылап бір ыдысқа. Және мен бір пияз турап қойдым алдын ала. Қыздар, сіздерге лайфхак болсын. Ешқандай ыдысқа салып, сорпаның үстіне салып, пиязды арнайы қажеті жоқ қайнатудың. Дәл осылай шолпының бетіне салып, 2 минут ұстасаңыздар сорпаның үстіне дайын болып шығады. Дайын болған пиязымызды жаңа сүзіп алған май сорпамызға салсаңыздар, бетіне өте дайын болып тұрады. Еттерімізді сүзіп аламыз. Менде жұмсақ болып пісті. Мына бір еттерім сүйегінен ажырап кетті. Піскені соншалықты. Енді суы аз болса, кішкене су құясыздар. Оттың астын қатты қойып, енді қамырларымызды салуға әрекет жасаймыз. Міне қатты қайнап тұр. Жақсылап қамырларымызды бір-бірден салып, арасында қозғап тұрасыздар. Түбі толып кетпеу керек ыдысымыздың. Әйтпесе бір-біріне жабысып қалатын болады. Міне осылай. Ыдысыңыздың көлеміне қарай сыйғанша салатын боласыздар. Қамырларыңызды салып болғасын бетін жауып қойыңыздар. Қайнап шығайын деген уақытта бір қозғап тамақтың тұзын көретін боламыз. Тұзы кем болса кішкене тұз саласыздар міндетті түрде. Менде тұздалған ет болғандықтан ешқандай артық тұз қоспадым. Дәл осылай енді қақпағын жауып, жақсылап қайнатып, ақ көбігі тарқаған уақытта қамырларыңыз жылп-жылтыр болып пісіп шығатын болады. Сол уақытта қамырларымыз уже дайын болды деген сөз. Кішкене мұздай су құйып, сүзіп аласыздар. Қамырларыңыз одан сайын жып-жылтыр болып шығады. Міне өздеріңіз көріп тұрғанда ешқандай да езілген жоқ. Барлығы дара-дара болып шықты. Бетіне май сорпамызды құямыз. Жақсылап барлық жеріне жеткізіп. Пиязынан саламыз. Пиязды онша ұнатпасаңыздар, салудың қажеті жоқ. Тек қана май сорпаменен бұрыш салып дайындай берсеңіздер де болады. Қамырымыздың үстіне алдын ала сүзіп алған еттерімізді саламыз. Картоптарымызды саламыз. Және сәбізімізді саламыз. Осымен тамағымыз дайын, достар. Сіздерге де ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Ұнап жатса пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.